Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге ерекше бір тағамның түрін дайындап көрсететін боламын. Ол үшін осы видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Мен бұл тағамды бүгінгі түскі асқа дайындадым. Ең алдымен қазанға сұйық майды құйып, қыздырып алдым. Одан кейін үстіне жуасын салып, қуырып алдым. Етін салып, қуырдым, араластырып отырып. Және морковь пен картоплын салып, араластырып отырып, барлығын қуырып алдым. Одан кейін үстіне менде морозильникте қатып тұрған бұрыш, жусай, көк жуаның сабағы және помидорды үстіне салып, араластырып, оны да қуырып алдым. Және үстіне кішкене тұзын сеуіп, су құйып қойдым. Ішінде тамақтар батып тұратындай суды құйып қойып, астын баяу отта 1 сағаттай қойдым. 1 сағатқа дейін ұнымыздың басын біріктіріп, бір жұмыртқа, кішкене жарты кесе мұздай суға осылай ұнның басын біріктіріп, бір күлше нанды бұқтырып қойдым. Дайын болғаннан кейін осындай нанымызды жайып, әбден жып-жұқа қылып нанды жайып, нанымыз дайын болғаннан кейін үстіне осылай сұйық майымызды құйып қойдым. Сұйық майды құйып, енді осыны нанымызға бір тегіс қылып барлығын жағып шықтым. Міне барлығын бір тегіс қылып нанға жағып, әбден барлығын жағып болғаннан кейін жарты сағатқа қоя тұрдым. Өйткені мына үстіндегі сұйық майымыз нанға әбден сіңу керек. Сол кезде нанымыз бір-біріне жабыспайтын болып шығады. Міне көргендеріңіздей барлығы әбден бір тегіс жағылды. Енді жарты сағатқа қойдық. Жарты сағаттан кейін кәдімгі еттің нанына кескендей қылып барлығын кесіп шығып, тарликінің үстіне жинап қоямыз. Міне көргендеріңіздей нанымыз өте жұқа және бір-біріне жабыспайды. Міне нанымызды кесіп болдық. Енді тарликке салып қоя тұрамыз. Міне енді дайын болған тамағымыздың үстіне жаңағы нандарымызды барлығын бір тегіс қылып, бір келкі қылып барлығын саламыз. Міне барлығын асықпай отырып салып, міне барлығын осылай салып болып, үстіне кішкене тұзын салып, енді өзінің сорпасын осы нанның үстіне құямыз.
Міне кішкене тұзын сеуіп, енді өзінің сорпасын осылай айналасынан алып, нанның үстіне осылай құятын боламыз. Барлығын осылай бір тегіс қылып құйып шығып, енді қақпағын жауып, жарты сағатқа баяу отта қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін міне тамағымыз дайын болды. Енді табаққа түсіріп аламыз міне. Міне нанымызды шетінен алып, осылай табаққа түсіріп аламыз. Міне көргендеріңіздей нан ешқандай жабыспаған, оңай алынып жатыр. Нанның барлығын түсіріп алдық, енді подливасын үстіне құятын боламыз. Бірінші етін, картофын, морковын салып алып, одан кейін үстіне кішкене сорпасын құятын боламын. Барлығын түсіріп алғаннан кейін жуаны жұқалап турап, ұзыншалап етіп, осы тамақтың үстіне салып қоямын. Міне тамағымыз дайын, жуасы туралды. Енді духовкада жаңа піскен ыссы таба нанымызды тураймыз. Міне ыссы таба нан өте жұмсақ. Араста өте жұмсақ көргендеріңіздей. Ыссы болғасын дұрыс туралмай жатыр. Таба нанымызды турап, және тұздалған қиярымызды турап, түскі асымызды осылай дайындаймыз. Сіздер де осы рецептпен тамақты жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.